Құрметті ағайын, бүгін өте маңызды хабарлама жасаймыз. Сол себепті осы эфирді барынша бөлісіңіздер, өздеріңіздің пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыздар, және міндетті түрде лайктарыңызды басыңыздар. Өйткені көп халық, көп ел ақиқатты, шындықты бүкіл бұқараға біз жеткізуіміз керек, және ел білуі тиіс. Енді өздеріңіз білесіздер, бізге осы соңғы күндері жүздеген адам хабарласады. Мына біздің чаттарымыз, мессенджерларымыз, телефондарымызда дамыл жоқ. Көптеген адамдар хабарласып жатыр. Біз қазір барынша азап шегіп жатқан, жазықсыз қамауға алынған, түрмеде отырған, ешқандай кінәсі болмаса да қамалып жатқан азаматтарға барынша қолдау көрсетіп жатырмыз. Шындықты жеткізіп, ақиқатты жеткізіп, барынша таратып жатырмыз. Міне солардың қатарында мына қазір биліктің ішінде не болып жатқанын бізге айтып жеткізіп отырғандар бар. Осы әлеуметтік желілер арқылы. Енді біз оларды танымаймыз, білмейміз, бірақ біздің сұрақтарымызға, біздің сауалдарымызға нақты жауап береді. Яғни істі білетін адамдар екені түсінікті. Яғни осы биліктің айналасында жүрген, биліктің ішінде не болып жатқанынан өте жақсы хабардар екендігі айқын көрініп тұрады. Міне сондай бір хабарламаларды біз алып жатырмыз. Осы біздің телефондарымызға түсіп жатқан хабарламалар, ол мына Нұрсұлтан Назарбаевқа қатысты. Көп адам енді сұрақ қойды. Назарбаев қайда? Не істеп жатыр? Неге ол соншама уақыт жоғалып кетті? Неге елдің алдына шыққан жоқ? Физикалық тұрғыда ол қай жерде жатыр деген сұрақтарды қойды. Осы сұраққа жауап ретінде маған бір хабарламаларды жіберіпті. Мен соны сіздерге айтып берейін. Өз басым осы нәрсе шын болуы мүмкін деп есептеймін, өз басым. Енді оның барлығы уақыт еншісінде барлығы ашыла түседі деп есептейміз. Міне, Нұрсұлтан Назарбаев физикалық тұрғыда бізге түскен хабарлама бойынша Назарбаевтың өзі дәл қазір Астанада дейді. Астанада өзінің үйінде жатыр. Бірақ ол шетелге шыға алмайды. Яғни іс жүзінде Назарбаевтың қазір сыртқа шығатында ешқандай беті жоқ, араласатын адамы қалған жоқ, оған қазір қол беретін ешкім қалған жоқ. Кезінде оның туфлиін жалап, аяқ киімін сүйіп, айтқанын алғыстай орындап жүрген, қара деген қарғыс деп жүрген өңкей жағымпаздар мен жантықтар, және айналасына жиналып алған ұры қарылар ешкім қазір Назарбаевпен араласпайды дейді. Яғни жападан жалғыз қалған, қу басы сопайып, нағыз бейшара болып қалған. Міне Астанада өзінің үйінде, іс жүзінде үй қамақта отыр дейді. Және мына шетелге шығуға ешқандай оған жол жоқ, барлығын жауып тастаған дейді. Қазір Назарбаевты әбден қыспаққа алуы мүмкін деген хабарлама бар. Яғни оның ақшасын алғысы келеді, қаражатын қайтарғысы келеді. Бірақ ол енді Қазақстанның халқына қайта түсе ме, жоқ әлде билікте отырғандардың өздері, не болмаса ана Ресей тарапы өздерінің қалтасына салып ала ма, ол енді үлкен сұрақ. Бірақ оны ешқайда шығармай осы Қазақстанда қазір ұстап отыр дейді. Әбден бейшараға айналған, және айтуларынша көңіл күйінің соншалықты жоқ екені сондай, яғни елде болып жатқан жағдайдың барлығынан хабардар, бірақ ешқандай өкініш жоқ дейді. Мына қан төгілгеніне, халықтың қырылғанына, адамдардың өлгеніне, олардың азапталғанына, қаншама жастың қыршын кеткеніне ешқандай өкініш жоқ дейді Назарбаевта. Тек қана өзінің қара басын ойлап, қу басын ойлап, әбден масқара болған өзі түсініп, биліктен толыққанды айырылған түсініп, жеке өзі өз-өзіне қол салудың алдында тұр деген осындай хабарлама келіп түсті. Өте маңызды ақпарат деп ойлаймын. Енді соған қарағанда бұл адамның әбден шаруасы бітті. Физикалық тұрғыда да, саяси тұрғыда да. Өйткені кеше ғана аяғын жалап жүрген, сол билікке қызмет етіп жүрген депутаттар бүгін оның қызы депутаттықтан кету керек, оған ешқандай сенім жоқ, ол авторитарлы жүйені құрушы отбасының мүшесі деп ашықтан ашық айтып жатыр. Міне осындай бейшара қалыпқа, әбден масқара күйге Нұрсұлтан Назарбаев қазір түсті. Осындай жағдайда. Бұл халықтың қаһарынан кейін, халықтың ашу-ызасынан кейін, халықтың наразылығынан кейін болған нәрсе. Ал енді қазір бір нәрсені түсінуіміз керек. Бұрын Тоқаев айтатын еді, менің қолымда билік жоқ,
енді ашық айтпаса да ымдап жеткізетін еді, не болмаса айналасындағылар айтатын еді. Ешқандай билік жоқ, барлығын Назарбаев ұстайды, Назарбаевтың қолында деген сыңайда осындай хабарламалар болатын еді. Енді Тоқаевтың билігі нақты қадамдар жасау керек. Біріншіден, бүкіл азапталып, қиналып, жазықсыз түрмеде отырған азаматтардың барлығы бостандыққа шығу керек. Талдықорғандағы, Алматыдағы, Шымкенттегі, Тараздағы, Семейдегі, Өскемендегі барлық азаматтар жазықсыз қудаланып, қамалып, ұрылып соғылған адамдардың барлығы бостандыққа шығу керек. Оларды ұрып соққан, қинаған, азаптаған нақты қылмыскерлер, яғни полицияның қызметкерлері жазаға тартылу керек. Жазықсыз азаматтарды атып салған, жусатып салған әскерилер мен полициялар қылмыстық жауапкершілікке тартылу керек. Халықтың қалап отырған осы, талап етіп отырған осы. Осыны ашық айтуымыз керек. Сонымен бірге, мына саяси реформа дейді. Саяси реформа деген ол жай ғана құр сөз емес, өтірік уәде емес. Жай ғана біреуге кіжініп, ананы сөйту керек, мынаны бүйту керек деген әдем сөздер емес. Нақты саяси реформалар деген сөз, ол саяси партиялардың тіркелуіне жол ашу керек. Саяси партиялар туралы заңды өзгерту керек. Сайлау туралы заңды өзгертіп, мына қазіргі жантық, жағымпаз, жалбақай депутаттардың барлығын қуып шығып, халықтың қалауымен депутат болатын азаматтарды парламентке жіберу керек. Мықты, тәуелсіз парламент Қазақстанда болу керек. Ақпарат құралдары болу керек. Міне осы саяси реформа деген осыдан басталады. Саяси өзгеріс деген осыдан басталады. Сондықтан осындай маңызды хабарлама бар. Құрметті ағайын, 13 ақпан күні сағат 12-де біз Алматыдағы республика алаңына шығамыз. Сағат сол 11:30 шамасында, 12-лер шамасында Сәтпаев пен Желтоқсанның қиылысында орналасқан Желтоқсан батырларының ескерткішінің алдында кездесейік. Сол жерден жиналып, бірге республика алаңына, тәуелсіздік ескерткішінің алдына барып, мына боздақтарымызды еске аламыз. Солардың рухына құран бағыштаймыз. Солардың алдында тағзым етеміз. Бізге қазір хабарламалар түсіп жатыр. Мына әкімдіктің айналасында жүрген бір қатар арандатушылар өздері жаңағы сол жерге арнайы дауыс ұлғайтқыш қойып, оппозицияның өкілдерін, шынайы оппозицияның өкілдерін, шындықты айтатын азаматтарды сөйлетпей, өздерінің тізімдерімен біреулерді сөйлетпек әрекеттер жасап жатқан көрінеді. Бұндай арандатушылықты біз сол жерде тыюымыз керек. Бейбіт түрде, ашық түрде сол жерге барамыз, боздақтарымыздың рухына құран бағыштаймыз, рухына тағзым етеміз, және сөзімізді, ойымызды ашық түрде айтамыз. Сондықтан осы эфирді көріп отқан барша ағайын, біздің айналамызға топтасыңыздар. Ешқандай арандатушылыққа біз жол бермеуіміз керек. Қақтығыстар ешқандай болмау керек. Өткендегі қаңтар қырғынның біз қателіктерін қайталамауымыз керек. Бейбіт түрде жиналып, боздақтарымызға құран бағыштап, боздақтарымызды еске алып, өзіміздің ойымызды айтып, сөзімізді айтып, пікірімізді айтып, алаңға шығуымыз керек. Сондықтан міндетті түрде 13 ақпан күні сағат 12-де мына Желтоқсан ескерткішінің алдына жиналайық. Сәтпаев пен Желтоқсанның қиылысына. Біздердің айналамызға топтасып, біздердің қасымызда болып, сол жерде осы қаралы жиынымызды абыроймен дұрыс өткізуіміз керек. Әкімдіктің, биліктің арандатушыларына ешқандай жол бермеуіміз керек. Осыған дайын болайық. Осы эфирді барынша таратып, бізге қолдау көрсетіңіздер, бізбен бірге болыңыздар.